Армысыздар, құрметті көрермендер. Бүгін біздің кезекті жеке кеңес сабағымыз. Бүгінгі сабақта қарастыратын мәселе өз бизнесіңді қалай ашуға болады. Білем, көп адамдардың ойында басты мазалайтын сұрақ бизнесті қандай кезеңдерден бастау керек, қандай қадамдардан бастау керек. Себебі өте үлкен, менде де сондай проблема болды. Кітаптарды, әртүрлі мотивациялық нәрселерді оқып алып, солардан фильмдер көресің, бәрін түсінесің, бизнес қандай болу керекін барлығын білесің, бірақ ары қарай не істеу керек екенін білмейсің. Қандай қадамдар жасау керек өз бизнесіңді ашу үшін деген сияқты. Осы сұрақ тек қана мен емес, көп адамдар мазалайтын білем, себебі бізге жеке бизнес мектебінің әлеуметтік желісіне көп сұрақтар түсіп жатады осы бойынша. Сіз айттыңыз, мынандай кітап оқы дедіңіз, мынандай фильм көр дедіңіз, мына нәрсені үйрен дедіңіз, үйрендім. Ары қарай не істеймін, білмей жатырмын өз кәсібімді ашуға. Сондай адамдар үшін мен мынандай кеңес берер едім бүгін. Ең бірінші, интернетті зерттеңіздер. Интернет арқылы сатуды үйреніңіздер. Сатуды қалай үйренуге болады? Жай ғана OLX, Market, из рук в руки деген әртүрлі сайттар бар, тегін сайттар. Сол жерлерде тауар сатып көріңіздер. Кез келген тауар. Кітап болсын, зат болсын, немесе үйде тұрған керек емес зат болсын. Соны сатып үйреніңіздер. Одан кейінгісі екінші кезең, өзіңіздің таңдаған немесе айналысайын деп тұрған біздің идеяңыздың соны сатып көріңіз. Соны сатып үйренесіз. Одан кейін біраз уақыттан кейін оны сол тегін сайттар арқылы топқа көтересіз. Топқа көтеру ол клиенттерді көбейту деген сөз. Ол қымбат емес. Бұл ең арзан түрі. Бұл бірінші жолы. Екінші жолы, әлеуметтік желілер кеңінен пайдалануға тура келеді. Барлығымызда әлеуметтік желі бар. Барлықтарыңыз Инстаграмда отырасыздар, барлықтарыңыз Фейсбукта отырасыздар. Сол жерде менің таныстарым өте көп, қыздар әсіресе Инстаграм арқылы өте жақсы ақша тауып отқандар бар. Инстаграм арқылы өзінің ешқандай сайтсыз, ештеңесіз, тек қана Инстаграмның көмегімен үлкен сауда жасап отқандар бар. Табыстары 500 мыңнан жоғары асып кеткен қазір. Мінекей, сіздер де дәл солай істей аласыздар. Инстаграмнан парақша ашасыздар, сол жерге өзіңіздің тауарыңыз немесе қызметіңізді саласыз, содан кейін барып оны жарнамалай бастайсыз. Достарыңызға, таныстарыңызға, адам жинайсыз яғни. Одан кейінгісі оған сол әлеуметтік желідегі парақшаға таргеттік жарнаманы қосасыз. Таргеттік жарнама жаңағы ол топқа көтерген сияқты таргеттік жарнама әлеуметтік желі арқылы сіздің тауарыңызды кеңінен көп адамға көрсетуге мүмкіндік береді. Бұл екінші жолы. Үшінші жолы, бұл жеңіл жолы, әрі тез істеуге болады, сайт жасау арқылы. Сайтты қазіргі таңда тегін жасауға болады. Арнайы шаблондар бар. 2 сағаттың ішінде сайт жасап, 2 күннің ішінде өзіңіздің идеяңызды сұраныс бар, жоғын тексеріп көруге болады. Ол контекстік жарнама арқылы. Осылайша сіз кез келген бизнес идеяны сұраныс бар или ақша алып келеді, алып келмейтінін біле аласыз. Содан кейін сол заттарды сұранысқа ие екенін білгеннен кейін, одан кейінгі кезең сіз сол тауарды немесе қызметті содан кейін барып қана интернеттегілерге бере аласыз. Осындай жағдайда ғана сіздің бизнесіңіз ақшасыз, мүмкіндігінше аз қаражатпен үлкен деңгейге жеткізуге мүмкіндік болады. Айтайын дегенім осы, ешқандай кәсіп ашу жағынан қорықпаңыздар, бастап көріңіздер, содан кейін барып қана сіздерде сұрақтар туындаса, бізге әлеуметтік желіге жазыңыздар. Келесі кездескенше сау болыңыздар.